Павлодарда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің инспекторы 3 ай бойы заңсыз түрде бөлім басшысы қызметін атқарып келген. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында аталмыш мәселе талқыланып, осы іске жауапты Павлодар қаласы әкімінің орынбасары Андрей Балашовқа тәртіптік өндірістегі сөгіс берілді. Павлодар қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне келісімшарт негізінде инспектор болып қабылданған Зекірия Сұлтанғазинов бөлімге заңсыз түрде басшылық еткен. Ешкімнің бұйрығына қарамастан ол бөлім жұмысын үйлестіріпті. 3 ай бойы өзін аталмыш бөлімнің басшысы сезінген инспектор өзіне тиесілі міндеттерді атқармай, тіптен бөлімге жиналыста өткізген. Онымен қоймай, келісімшартқа отырған мердігер ұйым өкілдерімен де жұмыс жүргізген. Факт проведения совещания Сұлтанғазинов отдел ЖКХ, качество руководителя. Сонымен қатар Сұлтанғазинов қоғаммен байланыс орнатып, жұмыс жүргізгенін 9 мердігер ұйымның өкілдері де растады. Ол бірақ мердігерлермен жұмыс жүргізуге еш құқығы жоқ болатын. Мердігерлердің айтуынша, ол сенбілік жұмыстар туралы тапсырма да беріп отырған. Ал ТК3 бөлімінің 3 қызметкері бөлім жұмысын Сұлтанғазиновтың жүргізгенін растады. В сентябре-октябре 2018 года функцию руководителя ЖКХ выполнял Сұлтанғазинов. Айта кетейік, бұған дейін Зекірия Сұлтанғазинов бөлімге ресми түрде басшылық еткен болатын. 2018 жылдың шілде айында қызметтік тексеріс жүргізгенде ол жұмыстан өз еркімен кеткен. Десе де бұл бөлімге қайта оралған экс-басшы жұмысын қайта жалғастыруды жөн көрген. При этом Сұлтанғазинов не являлся государственным служащим. Сұлтанғазинов мемлекеттік қызметкер болып табылмайды. Оған бөлімді уақытша басқару туралы бұйрық берілмеген. Десе де ол мемлекеттік мекемені басқармақ болды. Подрывая доверие общества к государственной службе, государственным его институтам, а также требования государственных служащих соблюдать этическое правило, предусмотренное служебной этикой государственных служащих. Аталмыш жағдайға орай қала әкімінің орынбасары Андрей Балашов бөлімдегі қызметкерлерге бақылау жүргізбеген үшін айыпталды. Оған әдеп жөніндегі кеңестің шешіммен қызметтік міндетін тиісті деңгейде атқармаған үшін сөгіс ретінде тәртіптік өндіріс тағайындау ұсынылды. Өзгеріс қонар Юрий Белевский, ертіс ақпарат.